Саламатсыздар ма? Бұл Гүлсән тағам каналы. Мен бүгін сіздерге шоколадный какаодан пирог пісіретін боламын. Онда осындай жұмсақ үлпілдеген күшті пирог болып шығады. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Міне осындай жұмсақ үлпілдеген торт шығады. Оған керекті заттарым: 3 дана жұмыртқа, сұйық май, сары май, какао, ұн, қант, айран қосамын. Әуелі тысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Осылай жұмыртқаларымызды салып аламыз. Енді осыны миксердің көмегімен миксерлейміз. Қантымызды саламыз. Қант пен жұмыртқаны үсті әбден ақ көбік болғанша миксерлейміз. Айранымызға ас содамызды салып осылай шайқаймыз. Ол көпірген реакция береді. Осындай көпіріп, күшті, әдемі болады. Тысымызға какаомызды, астығымызды, разрыхителімізді араластырып аламыз әбден електің көмегімен. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жұмсақ, күшті, әдемі, тәп-тәтті болып шығады. Енді осыған айранымызды құямыз. Ұнымызды тағы да електен өткізіп аламыз. Астығымызды 2 бөліп салып жатырмын. Әбден миксермен шайқап аламыз. Осындай болып шығады. Енді осыған сұйық майымызды құямыз. Табамызды майлап аламыз. Пергамент қағазын төсеп. Пешімізді қызып тұру керек.
Пешімізді қыздырып табамызды салып қоямыз. Осының үстіне нан қамырымызды құямыз, тестімізді. Оған мен алма салдым арасына. Алмамызды осылай жіңішкелеп турап аламыз. Алмамызды осылай пирогымыз тортымыздың арасына шұнақтап саламыз. Қызып тұрған пешімізге салып 30 минут пісіріп аламыз. Міне піскен пирогым. Енді осының бетіне мен кәмпитті үгітіп көркіден салып жатырмын. Әркімнің өз қалауы. Міне дайын пирогым. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.